интернетке кірмейтін телевизорларды немесе смарт TV емес телевизорларды қалай интернетке кіретін немесе смарт TV-ге айналдыруға болады. Оған бізге көмекке мінекей мынандай приставка келеді. Енді бұл приставканың комплекс жайлы айтып кетсек, мынау коробкасы. Мінекей приставканың өзі, пульті, HDMI кабель, блок питания. Енді бұл приставканың өзі жайлы айтып кетсек, бұл приставка Android TV Box деп аталынады. Android операциялық жүйесінде жұмыс жасайды. Бұл приставканың входтарын айта кетсек, мінекей мынау телефон флешкаларын адаптер арқылы қосуға арналған гнездо. Тағы да 1, 2, 3, мінекей 4 USB гнездо. Мына гнездо сізге де бізге де керек емес. AV вход, HDMI, мінекей мынау кабельный интернет қосуға арналған. Интернетке кабель арқылы қосуға. Мынау блок питания қосатын гнездосы. Енді бұл приставка тек мына кабель арқылы ғана емес, Wi-Fi мен де интернетқа кіре береді. Енді бұл приставканы телевизорға қалай жалғаймыз? Оны істемес бұрын приставканың өзіне комплектістегіні қосып алайық. Мінекей мына гнездоға блок питанияның өзін қосамыз. HDMI входқа HDMI. Мінекей. Ал егер сізде телевизорда HDMI вход жоқ болып жатса, мына AV входқа, мінекей мынандай AV переходниктің мына басын қосып, келесі басына әлгі өзіміздің тюльпанды қолдана бересіз. Енді тағы бір айта кетер жайт, бұл приставканы пульт арқылы басқару ыңғайсыз болғандықтан, мынандай мышка сатып алып қою керек бөлек. Және тағы да керек болса, айта кететін жайт, мынандай USB мышка, тағы да клавиатура да керек болады өзіңізге жеңіл болу үшін. Ол да USB клавиатура болу керек. Енді телевизор жағына жалғайық. Енді мына HDMI кабельдің келесі басын телевизордың кез келген бір HDMI входына қосамыз. Мінекей. Блок питания тоққа кетеді телевизормен бірге. Ал енді мышканы болса кез келген USB портқа қосамыз. Телевизорды приставканы тоққа қосып алғаннан кейін телевизордың пультынан входтар менюна кіріп, жаңағы HDMI входына кіреміз. Мінекей мына приставканың басты беті. Енді бұл приставкада тышқанды қалай қолданамыз? Тышқанның сол жақ батырмасы. Мінекей мына программалар тізіміне, мысалға бір программа таңдап кіруге, программалар тізімін қарауға, видео жаңалықтар ашуға, жалпы айтқанда ОК кнопкасы ретінде қолданылады. Ал оң жақ батырмасы артқа шығу үшін қолданылады назад кнопкасы ретінде. Мінекей сол жақ жоғары жақ бұрышында тұрған белгі Wi-Fi-дің белгісі. Бұл қазір приставка интернетқа Wi-Fi арқылы қосылып тұр дегенді білдіреді. Енді сіздерде Wi-Fi-ға қосу үшін мінекей мына Settings программасына кіріп, Wi-Fi-ға басамыз. Осы жерден өзіңіздің Wi-Fi-ыңызды тауып аласыз, соған парольді теріп қосыла бересіз. Ал енді артқа шығу үшін жаңа айтқандай тышқанның оң жақ батырмасын басасыз. Енді бұл жерде сіздер приставканы алғаш рет қосып отырсаңыздар, Play Marketке тіркелу керек болады. Ол үшін apps
программасына кіріп Play Market программасын тауып аламыз. Play Marketке кіреміз. Бұл жерде енді тіркелу үшін Samsung, Lenovo, LG сияқты Android системасындағы Play Marketтерде қалай тіркеліп жүрсіз, солай тіркелесіз. Егер тіркелу қиын болып жатса, комментарийға қалдырып кетіңіз. Соған қатысты бөлек видео түсіретін боламын. Мен енді бұл жаққа тіркеліп қойдым, мінекей көргендеріңіздей. Енді бұл приставканы сіздер өздеріңізге сатып алғыларыңыз келсе, осы видеоның описаниясында номер қалдырып кетемін. Сол номерға хабарласып, келісіп алуларыңызға болады. Қазақстанның кез келген қала аудандарына жіберіледі. Каналға жазылуды ұмытпайық, лайк басуды ұмытпайық. Әлі алда жаңа видеолар болады.